Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін сендермен бірге мақпал, мен сіздерге бүгін бауырдан торт жасау туралы рецептімен бөлісетін боламын. Ол сондай дәмді, әрі дастарханда өте әдемі көрінеді. Менде 500 грамм бауырымызды алып, ет тартқыштан жақсылап өткізіп алатын боламыз. Достар, бауырымыз дайын болды. Келесі кезекте біз оған 2 жұмыртқа қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Кейін сүтімізді қосамыз. Сүтіміз де бауырдың бір келігі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Кейін ұнымызды үкіштен өткізіп салатын боламыз. Өткені түйірлері қалып қоюы мүмкін. Үткіштен өткен ұн өте бір тегіс болып араластырылады. Осы видеодан көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып алғасын тұзымызды, бұрышымызды салатын боламыз. Осылай бауырымызды дайындап алғаннан кейін қызып тұрған табаға май құйып, ішіне бауырымызды жайып салатын боламыз. Менде блендердің табасы. 1-2 минуттан кейін бауырдың асты піскен кезде бетінде осындай нүктелер пайда болады. Сол кезде біз бауырымызды екінші жағына ауыстыратын боламыз. Осылайша барлық бауырларымызды пісіріп алатын боламыз. Бауырларымыз дайын болғаннан кейін салмасына кірісеміз. Салмасын пісіру өте оңай. Бізге қажет жуа, морков, чеснок қажет болады. Кейін табаға май құйып қуырып алатын боламыз. Майонез бен чесногымызды араластырып алатын боламыз. Дайын болған тестерімізге бірінші майонезімізді жағамыз. Жақсылап жағып шығатын боламыз. Екіншіге салмамызды салып, оны да жағып шығатын боламыз. Осылайша барлығын жасап, ең бірінші бетіне салмамызды салатын боламыз. Суға піскен жұмыртқамен бетін әрлетін боламыз. Әрлі өз қалауларыңызша бола береді. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басып бітіңіздер.